Сен де бір кірпіш дүниеде кеттігін тап та бар қалар деп Абай атамыз айтқандай, әр адам өмірде өз орнын табуда көп қиыншылықтарға кездесуі мүмкін. Сол кезде психолог маманның көмегіне жүгінеді. Психолог әртүрлі қиындықтарда, оқуда, отбасында, қарым-қатынаста, өмірлік жол таңдауда, өзін-өзі дамытуда туындаған мәселелерді де қол ұшын созушы. Шын мәнінде психологқа өмірінен өзгеріс күтетін және дұрыс жол таңдау үшін келеді. Негізгі ережесі құпиялылық. Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Жұмакелдинова Жұлдыз Жұмакелдіқызы, Алматы облысы Іле ауданы номер 38-ші мектеп гимназиясында психолог қызметін атқарудамын. Еңбек өтілім 16 жыл. Психолог жұмысында қолданылатын әдістемелік құралдармен таныстырып өтейін. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен өткізілетін түзете дамыту жұмысында қолданылатын әдіс тәсілдер. Мысалы, мына жұмыста оқушы адамның дене мүшелерімен танысады, кеңістіктегі пішіндерді танып біледі, күнделікті қолданатын ыдыстармен де танысып үйренеді. Сонди тестін адамды күйзеліс деңгейін және адамның ерекшеліктерін анықтау үшін қолданылады. Баланың қиялын, өзін-өзі дамытуда қазіргі замандағы жаңа технологияның ерекше түрі бұл құм терапиясы. Құммен жұмыс жасау баланы ашуға тез берілуден, жылауықтықтан, агрессиядан айықтырады және алдын алады. Психологиялық кеңес адамдарды толғандырып жүрген мәселелерді шешуде алдыңғы зерттеу нәтижелеріне негізделе отырып, ақыл кеңес беру арқылы психологиялық көмек көрсету болып табылады. Маг-терапия проективті әдіс тәсілдердің біріне жатады. Ол адамның өзін-өзі тануға және өзін түзетуге бағыттайды. Бұл карталар адамдардың ішкі және сыртқы күштерінің дамуына бағыт береді. Өз-өзіңді жеңу жеңістердің жеңісі.